Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен құрманың зияны туралы айтатын боламын. Каналыма жазылып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Күн салқындағанда дүкендерде көп сатылатын жемістердің бірі құрма. Құрманың пайдасымен қатар зияны да бар. Құрамында қызғылт сары пигмент, бета-каротин көп кездеседі. Ол аллергияның қозуына әкеледі. 3 жастан асқан балаларға құрма жеуге болады. Дегенмен оны көп тұтынбау қажет. Өйткені шамадан тыс жеу терінің сары түске боялып, каротинді сары ауруға себеп болады. Дәмі ауыз қуыратын құрманың құрамында танин көп кездеседі. Танин дегеніміз медицинада дәрі үшін тұрмыста қырғыш ретінде қолданылатын емен және басқа ағаштың қабығынан жасалған ұнтақ. Оның асқазанға әсері қатты. Оның әсерінен ересектердің іші қатса, әлі асқазаны әлсіз балалардың ас қорытуы бәсеңдейді. Сондай-ақ құрманың құрамында қанттың көп болатынын ескеру қажет. Қант диабетімен ауыратын адамдар құрмадан түбегейлі бас тарту керек. Толық піспеген құрма асқазанда бездердің ең қатты тастардың жиналуына әсер етеді. Құрманы жер алдында оның қабығына назар салыңыз. Қара дақтары бар, қабығына зақым келген құрмадан аулақ болған жөн. Өйткені оның сыртында зиянды микробтар болуы мүмкін. Ол іштің өтуіне, жүректің айнуына және ағзаның әлсіреуіне себеп болады. Шамадан тыс тұтынбай, белгілі бір мөлшерде жесеңіз ғана құрманың пайдасын сезінесіз. Оның құрамында көптеген пайдалы микро және макро элементтер бар. Магний тамырларды босантса, калий ағзадағы артық заттардың шығып, қан қысымының төмендеуіне әсер етеді. Пектиндер болса, токсинді заттарды жояды. Сондай-ақ бұл жемісте темір мен йодтың көп мөлшері кездеседі. Әсіресе анемиямен ауыратындар мен асқазан ішек құрылысында жарасы бар адамдарға өте пайдалы. Алайда мамандар бүйрегінде тасы бар, өт жолдарында ақауы бар адамдарға құрманы аз пайдалануға кеңес береді. Себебі құрманың құрамында зәр шығаратын элементтер көп. Құрманы аптасына кемі 2-3 мәрте жеген абзал екен айтуда. Бастысы құрманың үсімеген әрі термопакетте оралмаған түрін пайдалануымыз қажет. Бүгінгі пайдалы ақпаратым сіздерге ұнады деген сенімдемін. Маған лайк басып, каналыма жазылыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Көріп тыңдағандарыңызға рахмет.